Баяғыда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Жылдардан жылдар өткенде перзентті болады. Бай бір күні жылқысын суаруға көлге келсе, көлдің ішінде қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай суда жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақытта жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: ат басындай алтын берейін, қоя бер. Жалмауыз кемпір жібермейді. Осы жылқыларының бәрін берейін, қоя бер, дейді. Жалмауыз кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: енді не берейін, дейді бай. Кемпір: жалғыз балаңды берсең, жіберейін. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: балаңды қай жерде бересің? дейді. Сонда бай: ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында күт, дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой, дейді. Бала бармақшы болады да әкесінен: әке, қандай тайға мініп барайын? деп сұрайды. жылқышыдан сұрап мін, дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін, дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүген дейді. Жүген дегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда 5 ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзі ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан алтын сақамды алып берші, дейді. Сонда кемпір: шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам, тұра алмаймын. Тұрсам, отыра алмаймын. мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір түсін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай 3 аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір түсін жұлып лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай 2 аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейді. Терек жанына бара бергенде бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап дем алсаңшы, дейді. Кемпір ұйқыға кетеді. Түлкі түсті суға атады да қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір түсін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы да бір түлкі келіп: апау, кетпеніңізді маған бере тұрыңыз, сіз шаршаған шығарсыз, әзірге мен қаза тұрайын, дейді. Сонда жалмауыз кемпір: сен кетпенімді алып қашып кетерсің, дейді. Сонда түлкі: ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен болсам сайдың ақ түлкісімін.
баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар, дейді. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да бір кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпені суға лақтырып жібереді де шұңқырды бітеп өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені жоқ, түлкі де жоқ. Алда, ойбай-ай, алдаған екен ғой, қу түлкі. Көрсетем саған, көрсетем. Деп тағы да бір түсін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: Ау қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын, дейді. Сонда қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстаудағы ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, оларды жақсылап өсіріп ұшырып жіберген екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатыр. Енді құлауға таяу тұр. Көмектесіңдерші, дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып жүн шығарып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек мініп еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке шешесіне қатты қуанып, ел жұртын жиып үлкен той қылады. Сөйтіп байдың ауылы жалмауыз кемпірден мәңгі құтылады.